Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін үгілмелі пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Каналымызға қолдау көрсетіп, жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Қажетті заттардың мөлшері видеода және описание бөлімінде жазылған. Вареный сгущенка пайдалансаңыздар болады, немесе кез келген джем, яғни варенье түрінде пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен майды ертіп, үстіне жұмыртқа, қантты қосып, венчикпен араластырып аламыз. Үстіне ұнды және қопсытқышты салып, тағы да венчикпен араластырамыз. Массамыз қоюланғаннан кейін қалған ұнды сеуіп, қолмен жұмсақ қамыр илейміз. Оның мөлшері өте көп болмауы керек, әйтпесе қатты болып қалады. Қолымызға сәл жабысып тұратын жұмсақ тесто иленуі керек. Тестамыз иленіп болғаннан кейін үстін салафанмен жауып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Осындай жұмсақ тесто дайын болды. Бұны екі бөлікке, яғни біреуін үлкен, біреуін кіші бөлікке бөлеміз. Кішкентай бөлігін бетін әсемдеуге пайдаланамыз, ал үлкенін ең астына жаятын боламыз. Пирог пісіретін қалыбымызға пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Оның үстіне осы тестамызды жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың үстіне вареный сгущенкамызды салып, бір келкі қылып жайып шығамыз. Немесе өз қалауларыңызға сай кез келген варенье түрін, джемді салсаңыздар болады. Қалған қамырымызды кішкентай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып, кесіп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей кезекпен кезек қамырымызды қойып шығамыз. Бетін әсемдеп болдық. Енді духовкамызға 180 градусқа 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей біздің үгілмелі пирогымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Бұл пирог тез дайындалады, әрі өте дәмді болып шығады. Үй жағдайында жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты рецепттермен бөлісетін боламын.